Ya, shuncha raundda bu sportchining qadam olishi yomon emas. Aytyor bizga o'zining bekerdan beker Gurji elining judodan chempion emas ekan deb ko'rsatib o'tir. Qatardan ikkinchi takedown o'z deganini yetdi. Xavgard pozitsiyasi және so'qqi jaudiruga shunday bir ыңғайлы тұс жоқ бұл жерде. Қазір егер белсенді шабуылдамаса, онда рефери спортшыларды қайрадан аяққа тұрғызуы мүмкін. Тарчиноваға әрине бұл басымдылықты барынша қолданып қалуы қажет. Оны түсінген Мариам біртіндеп белсенді қимылдай бастады. Қатты зақым келтіріп жатыр деуге келмейді әрине, бірақ шабуылдың аты шабуыл. Рефериде ешқандай бір себеп жоқ. Жекпе-жек барысына араласуға әзірше. Xavgard өте жақсы ұстап алған екен. Тағы да соққы. 1,5 минуттай уақыт бар. Егер Тарчинова қазір қарсыласын осылай жерде ұстап қала алатын болса, онда раундты әрине өз еншісіне жазып кетеді. Бұл жекпе-жек тең деген нәтижемен аяқталып жатса да таң қалмаңыздар. Әйтеуір рефери аяққа тұрғызды. Соңғы 1 минут. Тейкдаун жасай алады ма? Жоқ. Жасауға мүмкіншілік берді. Бақтыгүлдің соңғы минутта әрине бұл өте маңызды әдіс. Қазір дәл осы басымдылықты сақтап қалу керек. Тарчинова болса қарсыласының көріңіздер аяқ қолын байлап ешқандай да бір миллиметр кеңістік бергісі келмейді. Онысы түсінікті әрине. Егер қазір қарсыласының қолдарын босатып жіберсе, онда шабуылдауға мүмкіншілік пайда болады. Соңғы секундтар және қатты өзгерістер бола қоймас әрине. Тарчинова барлығын дұрыс жасап отыр. Осылайша эмоцияға лайықты қарсы бірінші үшінші